Алматы технологиялық университеті. Факультет тағам технологиялар. Кафедра тағамдық биотехнология. Курстың атауы дәрілік формалар технологиясы. Дәріс оқитын Желдібаева Айнұр Малкетдинова. Қауымдастырылған профессор, химия ғылымдарының кандидаты. 15-ші дәріс қазіргі заманғы дәрілік формалар мен жеткізу жүйелері. Дәріс мақсаты дәрілік формалардың капсула, таблетка, сироп, инъекциялар және тағы басқа классификациясы мен олардың ерекшеліктері туралы ақпарат беру. Дәрілік формалар, жеткізу жүйелерінің тиімділіктерін қарастырамыз. Қазіргі заманға дәрілік формалар мен жеткізу жүйелері. Қазіргі заманға дәрілік формалар мен жеткізу жүйелері фармацевтика саласында маңызды орын алады. Себебі олар дәрілік заттардың тиімділігін арттыруға және пациенттерге арналған қолайлы емдеу әдістерін ұсынуға көмектеседі. Осыған байланысты көптеген жаңа технологиялар мен инновациялар енгізіледі. Дәрілік формалар, таблеткалар мен капсулалар. Бұл ең танымал және жиі қолданылатын дәрілік форма. Таблеткалар мен капсулалар дәрінің дозасын дәл анықтауға және оның ішекке немесе асқазанға тасымалдауға көмектеседі. Инъекциялық препараттар. Бұл дәрілік форма дәрінің денеге тікелей енуіне мүмкіндік береді. Ол жүйе жедел терапияда, ауруханада қолданылады. Тиімділігін жоғары болып табылады. Дәрілік формалар, сироптар мен суспензиялар. Дәрілердің сұйық формасы балалар мен қарияларға қолайлы. Әсіресе ауыз арқылы қабылданатын дәрілерде кеңінен қолданылады. Гельдер мен кремдер. Бұл түрлер жергілікті емдеу үшін қолданылады. Тері арқылы белсенді заттарды жеткізу үшін тиімді. Трансдермальды жүйелер. Бұл жүйелер арқылы дәрілер тері арқылы сіңіреді. Мысалы, никотин патчтары немесе гормонды препаратты теріге жапсырылған патчтар арқылы енгізіледі. Дәрілік форма. Дәрілік препараттарға қажетті емдік немесе профилактикалық эффектке қол жеткізуге мүмкіндік беретін практикалық қолданысқа ыңғайлы формалар. Консистенциясына байланысты сұйық, жұмсақ және қатты дәрілік формаларды ажыратылады. Бәрінің бір түрі сәйкесінше әртүрлі дәрілік формада берілуі мүмкін. Дәрі алуан түрлі аурулардың және патологиялық жағдайлардың профилактикасына немесе емдеу мақсатында қолданылатын бір немесе бірнеше дәрі заттардан құрылады. Дәрілік зат. Бұл дәрі ретінде пайдаланылатын индивидуалды химиялық қосылыс. Дәрілік препарат. Белгілі бір дәрілік формада дайындалған дәрі.
жеткізу жүйелері, нанотехнологиялар. Наночастицалар дәрілер заттарды дәл мақсатты аймақтарға жеткізу үшін қолданылуда. Бұл жүйелер дәрінің биожетімділігін арттырып, оның тиімділігін көбейтеді. Липсомалар бұл дәріні тасымалдау үшін қолданылатын жасанды құрылымдар. Олар дәрілік заттарды қорғап, ұзақ уақыт бойы тиімді жеткізуге мүмкіндік береді. Микрогельдер мен наногельдер. Бұл жүйелер дәрілік заттарды бақылап жеткізу үшін қолданылады. Олар уақыт өте келе дәрілердің біртіндеп бөлінуін қамтамасыз етеді. Релативтік микросфералық. Бұл жүйелер дәріні біркелкі түрде және біртіндеп шығарып, тиімді ұзартуға мүмкіндік береді. Жеткізу жүйелерінің тиімділігі. Бақыланатын босату жүйелері. Бұл жүйелер бәрінің организм белгілі бір уақыт аралығында біртіндеп шығуын қамтамасыз етеді. Осының арқасында дәрінің терапевтік әсері ұзақ уақыт бойы сақталады. Мақсатты жеткізу. Бұл технология дәрілік заттарды тек қажет аймаққа немесе жасушаға бағыттауға мүмкіндік береді. Бұл препараттың жанама әсерлерін азайтып, тиімділігін арттырады. Инновациялық формалар. Қазіргі уақытта ауызша емес енгізу әдістері, мысалы ингаляторлар, көз тамшылары және трансдермалды жүйелер сияқты инновациялық тәсілдер қолданылады. Сонымен қатар, дәрі жеткізу жүйелері таргеттелген, бағытталған жеткізу жүйелері болады. Олар препарат тек науқас ұлпаға немесе ортаңға әсер етеді. Мысалға, ісік жасушаларына. Содан кейін антитело тасымалдағыштар. Екінші, имплантациядан жүйелер. Ұзақ мерзімді әсер ететін құрылғылар. Мысалы, гормондар, импланттар. Үшінші, интеллектуалды жеткізу жүйелері. Қоршаған ортаға pH температура жауап беретін тасымалдағыштар. Төртінші, биосенсорлармен біріктірілген жүйелер. Глюкоза деңгейіне қарай инсулин бөлетін құрылғылар. Мысалы, жасанды ұйқы без. Қазіргі заманда фармацевтикалық ғылымы мен технологиялардың даму дәрілік заттарды жеткізу мен қолданудың жаңа тиімді жолдарын іздеуге алып келеді. Бұл бағытта жасалған жаңашылдықтар дәрілік формалар мен жеткізу жүйелерінің әртүрлілігін арттыру арқылы медициналық көмектің сапасын едәуір жақсартуға мүмкіндік береді. Әртүрлі таблетка мен капсуладан бастап, нанотехнологияға негізделген күрделі жүйелерге дейін дәрілік формалар фармакотерапияны нанағұрлым қауіпсіз бағытталған және тиімді етуге бағытталған. Модификацияланған босату формалар. Мысалы, ұзартылған немесе реттелген әсерлі дәрілер. Препараттарын ағзадағы әсер ету уақытын ұзартуға және қолдану жиілігін азайтуға мүмкіндік береді. Бұл пациенттің ем-дом тәртібін сақтауын жақсартса, инъекциялық немесе имплантациялатын жүйелер ауыр науқастардың дәрінің үздіксіз әсер етуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар,
тері арқылы немесе шырышты қабаттар арқылы қолданылатын жүйелер. Жүйелік немесе жергілікті әсерге жетудің инвазивті немесе қолайлы тәсілдерін ұсынады. Нанотехнологиялар мен биоинженерия жетістіктері дәрілердің мақсатын жеткізілуін қамтамасыз етеді. Ісін жасаушыларына ғана әсер ететін немесе белгілі бір биомаркерге жауап беретін жүйелерді жасау жол ашты. Бұл өз кезіндегі дәрілік заттардың уыттылығын төмендетіп, жанама әсерлер санын азайтады. Интеллектуалды жеткізу жүйелері мен биосенсорлармен біріктірілген құрылғылар. Дәлелді медицинаның дербестендірілген емдеудің негізін қалыптастыруда. Жалпы алғанда, қазіргі заманғы дәрілік формалар мен жеткізу жүйелері тек технологиялық жетістік емес, бұл медицинадағы парадигманың өзгеруін білдіреді. Олар дәрілік терапияны тиімді етуге, науқастардың өмір сапасын арттыруға және денсаулық сақтау жүйесінің үнемділігін жоғарылатуға бағытталған. Болашақта жасанды интеллект, гендік инженерия және биометриялдар балалармен ұштасқан бұл жүйелер адамзат денсаулығын сақтау мен жақсартуда негізгі құралдардың бірі болып болатын сөзсіз. Қазіргі заманғы дәрілік формалар мен жеткізу жүйелері фармацевтикалық өндірісте жаңа биіктерге жетіп, дәрілік заттардың тиімділігі мен қауіпсіздігін арттырып, пациенттер үшін қолайлы және ыңғайлы емдеу әдістерін ұсынуды маңызды рөл атқарады. Бұл жүйелер зерттеу мен инновацияларға негізделген және олардың әрқайсысы нақты медициналық қажеттіліктерге жауап береді. Медицина мен фармацевтиканы салыстырғанда заманауи жетістіктердің бірі дәрілік заттардың тиімді және қауіпсіз түрде жеткізуді қамтамасыз ететін жаңа дәрілер формалары мен жүйелердің жасалуы. Бұл жаңашылдықтар пациенттердің өмір сапасын жақсартуға, емдеу тиімділігін арттыруға және жанама әсерлерді азайтуға мүмкіндік береді. Дәрілерді дәл межелі орынға бағыттап жеткізу, олардың ұзақ уақыт бойы босатып отырып, тері немесе шырышты қабаттар арқылы енгізу. Бұның бәрі қазіргі заманғы фармакотерапияның басты артықшылықтарының қатарына жатады. Зерттеулер көрсеткендей, жаңа буын дәрілік формалар, мысалы, липосомалар, нанобөлшектер, трансдермальды жүйелер немесе ингаляциялық құрылғылар бұрын қиын емделетін ауруларға қарсы тиімділікті едәуір арттырады. Сонымен қатар, дәрілік жүйелердің интеллектуалды сипат алуы, яғни қоршаған ортаның өзгерісіне, pH, температура, ферменттердің белсенділігіне жауап беру қабілеті. Дәлелді медицинаның жаңа деңгейі жол ашты. Бұл пациенттің жеке биологиялық ерекшеліктерін ескеріп, емді емдеуге мүмкіндік береді. Жеткізу жүйелерінің тиімділігі тек фармакологиялық әсермен ғана шектелмейді. Олар сонымен қатар пациенттің емге деген бейімділігін арттырып, күнделікті өміріне аз кедергі келтіреді. Ұзақ мерзімді импланттар аптасына немесе айына бір рет қолданылатын формалар. Бұл дәрігерлер мен науқастар үшін де тиімді болып табылады. Осылайша, қазіргі заманға дәрілік формалар мен жеткізу технологиялар фармацевтикалық ғылымның дамуында сапалы
серпіліс жасап, классикалық дәрі-дәрмектер мен терапия әдістерін балама ұсынды.